Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін мен сіздерге блинчиктің өте сәтті шығатын рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді әрі өте оңай жасалынады. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Осы жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін шекерімізді саламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан соң үстіне осылай жылы сүтімізді салып аламыз. Сүтіміздің жартысын ғана салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды салып, одан кейін содамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай масса болғаннан кейін жаңа қалған сүтімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай масса дайын болу қажет. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Табамызға да кішкене май жағып аламыз. Ысып тұруы қажет және орташа отта осылай пісіріп аламыз. Неге блинчиктарымызды осылай қалағанша әсемдеп, мен үстіне банан, шоколад құйып әсемдедім. Өте керемет, жұп-жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.